Баршаңызға сәлем. Бүгін осындай үлпілдек, мамықтай пончиктер дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп кетіңіз. Ең алдымен ыс суымызды осылай еріп тұрған сармайымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Содан соң жылы сүт, қант, тұз, дрожжасын салып, және де бір жұмыртқа салып, жақсылап араластырып аламыз. Мөлшерлерін төменде описанияға тастап кетемін, сол жерден қарасаңыздар болады. Өте дәмді әрі тез дайын болады, сіздер де жасап көріңіздер. Осылай жақсылап араластырып аламыз. Содан соң ұнымызды електен өткізіп аламыз алдын ала. Осылай салып, аз-аздан салып илейтін боламыз. Өте жұмсақ қамыр илейміз, бірақ қолымызға жабыспайтындай. Мінекей осылай жақсылап илеп аламыз. Ұнды бірден салмаңыздар, ол бірден тас болып қатып қалады. Сол үшін осылай аз-аздан жаймен қасықпен араластыра отырып, содан соң барып қолымыздың көмегіменен жұмсақ қамыр илейміз. Достар, егер менің каналымда бірінші рет болып тұрсаңыз, төмендегі қызыл кнопка подписаться батырмасын басып қоюды ұмытпаңыздар. Менің арнамда өте көптеген рецепттер бар. Соларды жасап көрсеңіздер болады. Өте оңай, қолжетімді рецепттер. Мінекей осылай жақсылап илеп аламыз. Қолымыздың көмегімен иін қандырып, осылай жақсылап илеп аламыз. Содан соң 40 минутқа тындырып қоямыз. Мінекей 40 минуттан соң осылай болып әдемі болып көтерілді. Енді столымызға майды жағып алып, осылай бөліктерге бөлеміз. Менде шамамен 70 граммдай болды. Осылай барлығын бөліп алдым. Бетін жауып қоямыз. Кішкене 5 минутқа жауамыз. Содан соң осылай қолымыздың көмегіменен тесіктер жасап аламыз. Ешқандай қақпақ немен алудың қажет жоқ. Осылай қолымыздың көмегімен дөңгелетіп аламыз. Содан соң тағы да 5 минутқа тындырамыз да, қызып тұрған майымызға екі жағын қызартып, осылай үлпілдек қылып пісіріп аламыз. Қараңыздаршы, қандай әдемі болып шықты. Мінекей осылай пісіріп алдым. Балдарыма қатты ұнады, өте дәмді болды. Сіздер де балапандарыңызды қуантып, осылай жасасаңыздар болады. Енді осылай тарелкамыздың үстіне салфетканы қойып, майын сіңіріп алады, яғни осылай барлығын пісіріп алдым. Сіздер өздеріңіздің қалағандарыңызша шоколадпен немесе сахарный пудрамен де жасасаңыздар болады. Мінекей дайын болды. Өте жұмсақ болып шығады. Қараңыздар, мінекей арасы ешқандай шикі емес, өте жұмсақ болып шықты. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Ас болсын.